Назарбаевтың бронды көлігі сатылымға шықпақ. Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бронды көлігі сатылымға шықты. Кальоса кезет сайтында тұрған кезінде экс-президентке тиеселі Mercedes 600 SAL Guarda B7 автокөлігі. Көлікті ерекшетіп тұрған басты нәрсе брон. Оның корпусы заводтық брондалған капсулаға негізделген. Бұл көліктің брондық жүйесі жайлы сөз қозғағанда Грузияның экс-президенті Эдуард Шеварднадзенің 1998 жылы мінген Mercedes S600 Guarda автокөлігін айтуға болады. Аталған президентке көлік жүргізіп келе жатқан кезде гранатометтер мен ауыр пулеметтен оқ жаудырған. Алайда ол президент қауіпке қарамастан аман қалған болатын. Путинде де осындай көлік болған. Ол кейіннен көлікті 1,3 миллион еуроға сатып жіберген еді. Көлік иесінің айтуынша, көлік қазір Тараз қаласында тұр. Салон өте ыңғайлы. S600 күзетілетін жолаушы үшін өте ыңғайлы көлік. Ал брондық қорғау жүйесін ескерсеңіз, Mercedes S-Guarda заводтық брон көліктері неліктен ондаған жыл бойы VIP адамдардың көпшілігінің таңдауы болғанын түсінесіз. Көлік бағасы қымбат болғанмен, өмірдің құны бұл көліктен де қымбат. Мұндай орай өмірде бір-ақ рет келуі мүмкін. Бұл көлік өміріңіздің бүкіл тарихын құрайды. Бағасын білген адамға әрине. Нақты сатып алатын адаммен ғана саудаласуға болады. Нұсқалары қарастырылған, деді көлік иесі. Ол бүгінде сатылымға қойған Mercedes үшін 222 миллион теңге сұрап отыр. Бірақ бақ беттерінің айтуы бойынша, көліктің нарқын біліп, нақты сатып алам деген адамға бағаны көтеруге уәде берген.